определение номером Челнинского городского суда Республики Татарстан от 19 декабря 2016 года по данному делу оставить без изменений частную жалобу Сидикова без удовлетворения. Определение вступает в законную силу со дня вынесения и может быть обжаловано в суд кассовой инстанции в течение 6 месяцев. Сидиков, sizga qaror qabul etilgan qaror anlaşıldımı? Bu Şıraq'ta 19-2016 yılının Yağış Ağlı Sudu tarafından kabul etilgan belgilemesini yuqqa çıgarılga biz negizler topmadık. Bu bizning belgileme bilen rızasızlık bildirgen Şıraq'ta sizning hukuklarınız boyunca 6 ay içinde Yuqarı Sudu'nun kassatsiya instansiyasına şikayet ve riza tapşıra alasız. İş atnadan Şağlı Sudu'na qayta bizning belgilemenin iskelmesin alasız şundan. Bugün günden 6 ay içinde kassatsiya tertibinde sizin şikayet varizanız yazı hukukunuz var. Судебное заседание объявляется закрытым. Мен бүгінгі суд қарары білен кеште қанағат түгіл біраз тіптен ойлап қарасам шұрынды қарарлар шыққасына мен алдан әзір енді судлар ва документлар жиған уақытта жаңа мәліметтер табыла. Мен бұл судның давам етуінің бұл тілдер турында законның өтелмеуінің не себебінің нәрседе екенін тереңірек түсіне башладым. Бұның себебі біздің законлар қабыл етіліп те, шушы законларының өтелерге тиешлі негізлемелерінің Фәннер Академиясы тарапынан жазылып та, бүгінгі күнге қадар оларны қабыл етмеулері. Ләкин мен өзім аңламайм, президент Шаймиевнің бет указы бар, тілдер турында законны қабыл етілген, программа қабыл етілген, оның өтеу үшін негізлеме 2005 жылда жазыларға тиіш деп Шаймиев указында айткен. Ол указ бүгінгі күнде де өз күшінде Фәннер Академиясы ол негізлемелеріне жазған, дәулет тілдері турында законны өтеу турында негізлемелеріне. Нишлеп ол команда хакимият, министрлар кабинеті деп айтқанда, команда аны нидер себеплер табып, нидер жетишсиздиктер табып, команда түзөтөлөр, команда кабыл этилмеше бүгүнкү күнгө кадар ул бирнече тапкыр түзөтүлүп, кабинетлер министри хөкүмөт үстөлүндө ята. Шундан пайдаланып, биз дәүләт тили буларак орындагы башкарма хакимиятлер аны кулланмыйлар деп айтқанда, кулланырга негиз жок деп сылтау табалар енді. Бұл суд отырышынан соң торы Конституцион судына беріп қарайын. Мен бұнда шушы судына күткенім Конституция судына бұл ішіне тапшырмады. Чүнки суд шалыға шығарған қарарда шалық аласында татар тілдерін орыс тілі білен тегіз көлемде дәрежеде қолдану тыйыла деген қарар шығарды. Бұл Конституцияның 8-ші мәртесіне қарсы келе, хәтті Ресей Конституциясының де жазылған статьяларға да қарсы келе. Анда жазылған республикадағы дәулет тілері Ресейнің дәулет тілі дәрежесінде тегіз дәрежеде қолданылады келген. Шуңа görə бұл Конституция суды бұл судларыны юққа шығарыр деген үмітте қалам.